Хабарымызды жалғастырамыз. Жеңілдетілген автонесие қазақстандықтардың арасында өте танымал. Президенттің Нұрлы жол бастамасы бойынша мемлекет тарапынан бөлінген барлық қаражат бүгінгі күні өз қарызгерлерін тапқан. Бүгінде бағдарлама револьверлік режимде жұмыс істейді. Бұл дегеніміз, бұрын берілген несиелерді өтеуден түскен қаржы жаңа автокредиттерге жіберілді. Қазақстандықтар соңғы 3 жылда отандық автокөліктерді сатып алу үшін 47 миллиард теңге көлемінде жеңілдетілген автонесие алған. Биыл жеңілдетілген несиеге үкімет 8 миллиард теңге бөлді. Қазақстанның даму банкі бағдарламаның оператор ретінде бұл қаражатты екінші деңгейлі банктерге жіберді. Отбасы бюджетіне салмақ түсірмейтіндей етіп жаңа көлік алу ол мүмкін. Мұндай мүмкіндікке 11.500 қазақстандық ие болған. Елімізде жиналған 60-тан астам темір тұлпардың модельдерін 7 жылға 4%-бен 15 миллион теңгеге дейін алуға болады. Осылай деп Қазақстанның даму банкі айтып отыр. Ежеквартально 90 сайын шамамен 2 миллиард теңге жинақталады. Тиісінше 400-500 жаңа несие шығарылады. Екінші деңгейлі банктерге соңғы транш 8 миллиард теңге бөлінгендіктен бұл сома арта түседі. Қазір жеңілдетілген автокредиттер бұрынғы берілген несиелерді өтеу есебінен жұмыс істейді. Биылғы жылы жеңілдетілген несиелендіруге 8 миллиард теңге бөлінді. Бұл бағдарлама іске асырылғаннан бергі 3-ші транш. Ол толық игерілген. Өтінімді бекіту уақыты оны қарайтын коммерциялық банкке байланысты. Бағдарламаға 2-ші деңгейлі 7 банк қатысады. Қазақстанның даму банкі өтініштерді тек бағдарламаның шарттарына сәйкестігін тексереді. Сондықтан шешім бір күнде қабылданады. В 2017 году средства не выделялись. 20 жылға есептергенде Қазақстан даму банкі жүргізетін жеңілдетілген автонесие бағдарламасы Қазақстанда 2015 жылдың сәуір айында басталған. 2015 жылдың сәуір айында ұлттық қордан алғашқы қаржы бөлінді. Егер динамикаға қарасақ, 2015-2016 жылдары 26 миллиард теңге игерілді. 2017 жылы қаражат бөлінбеді. Тиісінше қайтадан сол қаржы игерілді. 2018 жылдың басында қосымша 8 миллиард теңге бөлінді. Бұл республикалық бюджеттің қаражаты. 3 айда жаңа несиелер мақұлданды. Екінші бағдарлама бойынша қазірдің өзінде 100% мақұлданып, 82% несие берілді. Бағдарлама іске қосылғаннан бері мемлекеттік ұлттық қордан және республикалық бюджеттен 34 миллиард теңге бөлді. Мемлекеттік бастама қазақстандық автоөндірушілерге өндірісті қалпына келтіруге көмектесті. Ағымдағы жылдың 1-ші тоқсанында қазақстандық конвейерден өндірілген автомобильдердің саны 2 есе өсті. Қазақстанда шығарылған әрбір 4-ші автокөлік жеңілдетілген автонесиелер арқылы сатылады. Торғын Мелісқызы, Диана Сапарқызы, Астана телеарнасы.